Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді баклажан салатын әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен баклажанымыздың сыртын ашып аламыз. Одан соң баклажандарымызды орташа етіп турап алатын боламыз. Майда етіп турап жібермеңіздер. Үлкен болатын болса, бұл салатымыздың вида да өте керемет болып шығады, әдемі болып. Мінекей біз турап болдық. Енді оның үстінен кукурузный крахмалымызды сеуіп, жақсылап араластырып аламыз. Егер сіздерде кукурузный крахмал болмайтын болса, картофельный крахмалды пайдалансаңыздар әдемі болып шығатын болады. Одан соң бізде қызанақтарымызды дәл солай етіп турап аламыз, үлкен етіп. Бұл салатымызға көріп тұрғандарыңыздай көп ингредиенттерді қажет етпейді, бірақ өте дәмі ерекше әдемі болып шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді мінекей сарымсақтарымызды да майдалап турап алатын боламыз. Енді қызып тұрған майымызға баклажандарымызды қызартып қуырып аламыз. Чесногымызды ыдысымызға салып, одан соң аскөктерімізді дәл солай үлкенірек етіп турап шығатын боламыз. Егер сіздерге арнам ұнап жатқан болса, арнама қолдау көрсетіп кетіңіздер, тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Бізде баклажандарымызда дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте керемет қызарып пісті. Енді үстінен кішкене ғана тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Өздеріңіз даусынан көріп тұрған шығарсыздар, өте хрустящий болып шыққан баклажандарымыз. Сіздерде дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Мінекей біздің салатымыз дайын. Егер сіздерге видео ұнаған болса, арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп кетіңіздер.